Бисмилlah, вальхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мединалық курстың 2-ші томы, 5-ші сабақ. Мына жақта мына оқытушы мен оқушылардың арасында диалог келген. Соны оқып аударамыз. Сіздер видеоны паузаға басып, өздеріңіз бір сөйлеммен оқып аударып шығыңыз. Кейін әр сөйлем сайын видеоны жалғастырып аударғаныңызды тексеріп отырасыз. Мән фатаха бабал фасли. Сыныптың есігін кім ашты? Ана фатахтуху, мен оны аштым. Мына ху бұл жерде есікке қайтып отыр. Оны деп отырғанымыз есікті. Есік ертегіндегі сөз, сол себепті ху дамирді ертегінде болады. Ва мән фатахан навафида, ал терезелерді кім ашты? Ана фатахтуха. Оларды мен аштым. Мына жақта мына сөз, мына есім сөз көпше түрде келген. Бұл ғойрул ақил, осыған дейін өткен, яғни ақылсыз есім сөздің көпше түрі. Оған әйел тегінің жекеше түрі қолданылады. Оларды демейміз, яғни әйел тегінде жекеше түрде айтамыз. Мен оларды деген ана фатахтуха. Ана фатахтухум демесіз. Ана фатахтуха. Осылай айтылады. Мән кәсара хадал мактаба. Мына партаны кім сындырды? Анта кәсартаху я Хашиму. Сен ба оны сындырған ей Хашим? Ла инни ма кәсартуху. Жоқ, расында мен оны сындырмадым. Мына мактаб, парта жекеше түрде ертегінде, сол себепті ма кәсартуху. Ма кәсартуха болмайды. Раджа Закария ва Хамзату ва Усману мин Макката. Мана Закария, Хамза, Осман Меккеден қайтма? Ла ма раджау. Жоқ, олар қайтпады. Я устазу, хараджат туллабул джудуду ва захабу илал мудири. Ей ұстаз, жаңа оқушылар шықты және директорге кетті. Афахимта дарса я Талхату. Ей Талғат, сабақты түсіндің ба дейді. Наам, фахимтуху джайидан. Я, мен оны жақсы түсіндім. Акатабтал аджуибата я Файсалу. Ей Файсал, жауаптарды жазың ба? Ла ма катабтуха. Жоқ, мен оларды жазбадым. Көпше түрде, сол себепті әйел тегін жекеше түр қолданады. Лимаза, не үшін? Ли аннани ма фахимтул асилата. Өйткені мен сұрақтарды түсінбедім дейді. Ахафилта суратал фаджри я Ибрахиму. Фаджр сүресін жаттадың ба, ей Ибрахим? Наам, хафилтуха ва хафилту сурата тини айдан. Я, мен оны жаттадым, және тин сүресінде жаттадым. Хафилтуха, мәні бұл сөз жекеше түрде болса да, әйел тегінде, тамарбут әйел тегін белгісі, сол себепті хафилтуха. Енді жаттығулар. Тамарин. Ажиб анил асилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Айна захабат туллабул джудуду. Жаңа оқушылар қайда кетті? Диалогты жақсылап есте қалатындай түсініп, шама келгенше жаттап, жақсылап оқисыздар. Кейін мына сұрақтарға жазбаша түрде жауап беріп, диалогпен тексересіз. Жаңа оқушылар қайда кетті? Афахима Талхату дарса. Талғат сабақты түсінді ма? Айя суратин хафиза Ибрахиму. Ибрахим қай сүрені жаттады? Ман фатахан навафиза. Терезелерді кім ашты? Дуа хазихил аламата амамал джумали сахиха ва хазихил аламата амамал джумали ғайри сахиха. Мына белгіні дұрыс сөйлемдердің алдына, мына X-ті дұрыс емес сөйлемдердің алдына қойып шығамыз. Бұл жерде де жазбаша орындайсыз, кейін диалогпен салыстырасыз. Фатаха алиюнил фасла. Али сыныпты ашты. Ма раджа Закария ва Хамзату ва Усману мин Макката. Закария, Хамза, Осман Меккеден қайтпады. Дұрыс сөйлем ба, дұрыс емес па? Диалогта солай болды ма, әлде олар қайтып келді ма? Сол жағынан өзіңіз бір белгі қойса, диалогпен салыстырып тексересіз. Ма катаба Файсалул аджуибата лианнаху ма фахимал асилата. Файсал жауаптарды жазбады, өйткені ол оларды түсінбеді. Енді келесі сөйлем. Ма катаба. Мына жақта Файсалун. Файсалунил аджуибата ли анна қаламаху максурун.
Файсол жауаптарды жазбады, себебі оның қаламы лианна қаламаху максурун, себебі оның қаламы сынық. Келесі жаттығу. Мына, не себепті жазбады? Қайсы дұрыс болады, соны белгілеп шығасыз. Ал қайсы дұрыс емес, оны да X деп белгілейсіз. Тааммалил амфилатал атия. Келесі мысалдарды зертте дейді. Ал-Құрану, Құран. Қараат талибул Құрана. Оқушы Құранды оқыды. Ал негізінде Құран өзі Ал-Құрану деп тұр. Ад-дарсу. Ма катабал мударрису дарса. Оқытушы сабақты жазды. Ал-Қахуату. Даммамен бір өзі. Шарибат дайфул қахуата. Қонақ кофе ішті. Ал-бабу фатахат аминатул баба. Амина есікті ашты. Мана жақта шариба нені ішті, амина нені ашты, Құран нені оқыды, нені жазды. Осындай табыс септігінде тұрған толықтауыш сөздерді біздер араб тілінде әл-маф'улу бихи дейміз. Әлсізді айтуға болады, маф'улун бихи деп жай. Маф'улун бихи грамматикалық тұрғыда маф'улун бихи болады. Мені етістік қора'a оқыды. Ат-талибу іс-әрекетті орындаушы. Ал-Құр'ана мені маф'улун бихи болады. Нені оқыды? Кімді нені деген сұраққа жауап беретін осындай табыс септігінде тұрған сөздер, бұлар фатха харекетін қабылдайды. Осылай жаттап алсаңыз болады. عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما فاعل من مفعول به келесі сөйлемдерде белгіле. Фаилдің астына бір сызық, маф'улун бихтің астына екі сызық қоямыз, және олардың соңғы харекеттерін қойып шығамыз. Фаил дегеніміз іс-әрекетті орындаушы. Бұған бір сызық, ал маф'улун бихке екі сызық қоямыз. Мынаны осылай жазбаша арабшасын көшіп шығыңыз харекетсіз. Тек қана маф'улун бихтің ғана соңғы әріпінің харекетін қоясыз. Кейін аударып шығасыз. Аударған соң, міне, осы тапсырманы орындаймыз. Фаилдің астына паузаға басып бір сызық, маф'улун бихтің астына екі сызық. Кейін жалғастырып тексересіз. Кәсәр ат-тифлул қалама. Бала қаламды сындырды. Ғасалат аминатул миндила. Амина қол орамалды, міне, миндил жуды. Мына жақта тифл фаил, ал-қалам маф'улун бих. Амина фаил, миндил маф'улун бих. Акала усаматул айнаба ва акалат заужатухул мауза. Усама виноград жүзім жеді, ал оның әйелі мауз банан жеді. Усама заужатуху осы екі сөз фаил, ал айнаб пен мауз маф'улун бих фатхалы болады. Шарибатил бақратул маа. Сиыр су ішті. Сиыр фаил, маф'улун бих су. Ал-маа. Хафиза хамзатул Құр'ана. Хамза Құран жаттады. Фаил хамза, ал-Құр'ана екі сызық, маф'улун бих. Дарабат Фатимату бинтаха. Фатима қызын ұрды. Фатима фаил, бинтаха маф'улун бих. Кімді нені деген сұраққа жауап беріп тұрған сөз. Қаталя ар-раджулул хайята бил хаджари. Ер кісі жыланды таспен өлтірді. Кімді нені жыланды? Ал-хайята маф'улун бих, ар-раджулу фаил. Сами'a Билалунил адана ва захаба илал масджиди. Билал азанды естіді және мешітке кетті. Билал фаил, азан маф'улун бихи. Катабал мударрису дарса аля саббурати. Оқытушы дәрісті тақтаға жазды. Ад-дарса маф'улун бихи, ал-мударрису фаил. Осы екі термин жаттап алыңыздар, грамматикалық терминдер. Фатахал баққалу дуккана
في الساعة الثامنة. Бакалейшек, жаңа жеміс-жидек сататын адам, дүкенді сағат 8-де ашты. Кімді нені дүкенді? Аль-фа'ил баққал, аль-маф'улу бихи дүккан. Осында екі грамматикалық терминдерді үйренік. Фа'ил іс-әрекет орындаушы, фи'ил қазақ тіліндегі пиғыл іс-әрекет, етістік, ал маф'улун бих бұл жаңағындай табыс септігіндегі сөз, толықтауыш. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. келесі сөйлемдерді сәйкес сөздермен толықтыр және харекеттерін қойып шық дейді. Жазбаша орындаймыз. Мына жаққа өзіңіз сәйкес келеді деген сөздерді қосасыз да, аударып харекеттерін қойып шығасыз дәптерге. Кейін видеомен тексересіз. Ман фатахал баба. Есікті кім ашты? غسلت أختي القميص. менің қарындасым көйлекті жуды, рубашканы. القميص. قتل الرجل الحية بالعصا. міне ер кісі жыланды таяқпен өлтірді. قتل. شرب يوسف القهوة. يوسف кофе ішті. القهوة. كتب المدرس الدرس على السبورة. كتب المدرس الدرس على السبورة. وقتش مغلم سبقت تختغ جزده. سعاد الخبز أكل يا. سعاد قتل اسبسم عيلة عطا. أكلت سعاد الخبز. سعاد خبز ناند جدا. أكلت. قرأت القرآن. من قرآن وقدم. أسمعت الأذان يا حمزة. حمزة عزند يستدن با. أسمعت الأذان. فتح التاجر الدكان. صوداجر دكين دا أشتا. فتح. الطلاب من الفصل. خرج الطلاب من الفصل. وقوشلار سنتان شخت. خرج. كلس شطغو. اجعل كلا من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخره وآخرها. келес келген сөздерден, барлық сөздерден мафулун бих жаса және олардың соңғы харекеттерін қойып шық дейді. Ал-Құрану, бұны енді қалай, бұл қазір жай ғана атау септігінде болып тұр сөз. Енді бұны мафулун бих қылу керек, табыс септігіне айналдыру керек. Оны қалай айналдырамыз? Бір алдына етістіктер қоямыз. Қаратул Құр'ана, мен Құран оқыдым. Қарату. Шарибтул қахвата, мен кофе іштім. Акалту туфаха, мен алма жедім. Акалту ат-туфаха, алма жедім. Фатахтул баба, есікті аштым. Катапту дарса, сабақты жаздым. Ғасалтул қамиса, рубашканы жудым. Тааммалил мithалайни атияйни. Келесі екі мысалды зерттей деді. Ат-тулабу захабу илал мал'аби. Бұл дұрыс. Неліктен захабу көпше түрде болды? Өйткені ат-тулабу деген сөз көпше түрде. Енді сізде сұрақ туындайды. Мына жақта неге захаба? Ат-тулабу деген сөз көпше ғой. Захаба ат-талибу емес, ат-тулабу көпшесін айтып тұр ғой. Неге захаба? Себебі етістік фаилдің іс-әрекетті орындаушының алдында тұр. Оның алдында тұратын болса, жекешесі қолданылады. Ал осы фаилдан кейін келетін болса, фаил деген біліп тұрсыз, кім екен? Фаил деген іс-әрекетті орындаушы. Енді фаилдан кейін келетін болса, онда фаил көпше түрде ма, жекеше түрде ма, соған сай болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Захабат туллабу илал мал'аби. Оқушылар ойын алаңына кетті. Ат-талибату захабна илал мактабати. Оқушы қыздар библиотекаға кетті. Неліктен захабна? Себебі мынау фаилдан кейін келіп тұр етістік. Бірінші фаил келіп тұр, көпше болса да. Ал енді фаил етістіктен кейін келетін болса, онда етістіктің жекеше түрін қолдаймыз. Бірақ әйел тегінде болса, әйел тегінде жекешесі, ер тегінде болса, ер тегінде. Захабатит талибату илал мактабати. Захабатит деп қосып оқимыз, наны алифлама өтіп кету үшін. Захабатит талибату илал мактабати. Захабат талибату емес. Захабатит талибату илал мактабати. Енді
Так, قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Мысалда анық келгенде келесі сөйлемдерді етістікті алға шығар дейді. Мына етістік қазір фаилдан кейін келіп тұр. Іс әрекет орындаушыдан кейін. Енді бірінші етістікті жазатын болсақ, онда етістік жекеше түрде жазылады. Ал-ауладу шарибул қахвата. Көпше түрде, себебі мына фаилдан кейін келіп тұр. Іс әрекет орындаушыдан кейін. Ал-ауладу шарибул қахвата. Балалар шай ішті. Ан-насу сами'ул азана. Адамдар азан естіді. Енді жекешеге айналдырамыз. Сами'a деп бірінші етістікті айтамыз. Сами'ан насул азана. Мына түсінікті болып тұр. Шарибал ауладул қахвата. Ат-тулабу катабул аджвибата. Оқушылар жауаптарды жазды. Катабат тулабул аджвибата. Оқушылар жауап жазды. Мына осы сөзден кейін болатын болса, фаилдан кейін келетін болса, онда катабу іс әрекет орындаушыдан кейін келетін болса, ал егерде етістік бірінші болып келіп, одан кейін іс әрекет орындаушы келетін болса, онда етістік жекеше түрде. Катабат тулабул аджвибата. Ат-талибату дахална ал-фасла. Оқушы қыздар фасл сыныпқа кірді. Енді етістікті алға шығарамыз. Дахалат ат-талибату al-фасла. Мағынасы бір болып қалады. Ал-мударрисуна хараджу мин ал-фусули. Оқытушылар сыныптардан шықты. Харajal мударрисуна мин ал-фусули. Зумалаи раджау мин Макката. Менің класстастарым Меккеден қайтып келді. Зумалаи раджау. Енді раджаа зумалаи мин Макката. Жай ғана раджаа зумалаи мин Макката. Ахавати ғасална ал-қумсана. Менің қарындастарым көйлектерді жуды. Ғасалат ахавати ал-қумсана. Ат-туджару фатаху ад-дакакина. Саудагерлер дүкендерді ашты. Фатахат туджару ад-дакакина. Ат-табибату захабна иля ал-мусташфа. Оқушы қыздар больницаға кетті, емханаға. Захабат ат-табибату иля ал-мусташфа. Міне. Захабат табибату. Захабат ат-табибату إلى المستشفى. الطلاب فهموا الدرس. оқушылар сабақты түсінді. فهم الطلاب الدرس. келесі 9-шы жаттығу. تأمل الأمثلة الآتية. келесі мысалдар зерте. خرج الطلاب وذهبوا. енді қараңыздар. мына жақта бірінші етістік келді. ал мына мысалға тұрды да отырды деген секілді. шықты да кетті. шықты және кетті. Енді осы кезде міне бірінші етістік фаилдің алдында келген себепті жекеше түрде, бірақ фаилдан кейін келген себепті қайтадан көпше. Харajat туллабу ва захабу. Оқушылар шықты және кетті. Қараат туллабу ва катабу. Оқушылар жазды, оқушылар оқыды және жазды. Міне фаилдан кейін келіп тұр. Акалан насу ва шарибу. Адамдар жеді және ішті. Енді бұл көпшесі, себебі аннастан кейін амна оның алдында. Кауин жумалан мисла хадихи мустаъмилан الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين القوسين. Жақшаның ішінде келген екі етістікті қолданып, әрбір жаттығудағы жақшаның ішінде келген екі етістіктерді қолдана отырып, және де міне ол мынау етістіктер, міне әрбір сөйлемдегі, әрбір жаттығудағы мынау екі етістіктерді қолдана отырып, және мынау жақшаның ішіндегі сөздерге сүйене отырып, сөйлемдер құрастыр дейді. Мислі хадихи, мыналар секілді. Мынау секілді, міне осы екі етістікті қолдана отырып, жақшаның ішіндегі сөздерге сүйене отырып, сөйлемдер құрастыр дейді. Бірінші, міне, бұлай істейсіздер. Видеоны паузаға басасыз, жазбаша түрде орындайсыз, кейін видеоны жалғастырып тексересіз.
Енді мына жақта міне былай болады. دخل الطلاب الفصل وجلسوا. دخل الطلاب الفصل وجلسوا. екіншісінде ضرب الأولاد الحية وقتلوا. Балалар жыланды ұрып өлтірді. Ұрды және өлтірді. قرأ الطلاب الدرس وفهموا. Балалар сабақты дәрісті оқыды және түсінді. سمع. سمع الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد. سمع الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد. Адамдар азанды естіді және мешітке кетті. 10-шы жаттығу. تأمل من كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Келесі сөздерді қолданып сөйлемдер құрастыр дейді. Мана сіздер бұны комментарийлерге жазып орындайсыздар. Кейін сол комментарийге жазғандарыңызды тексеріп, қате болса дұрыстаймын. تأمل ما يلي. 11-шы жаттығу. Келесі келгенде зертте дейді. من فتح الباب. Есікті кім ашты? أنا فتحته. Мен оны аштым. Ху, оны, есікті. من فتح النوافذ. Кім терезелерді ашты? أنا فتحتها. Мен оларды аштым. Неліктен? Себебі النوافذ غير العاقل, ақылсыз, көпше түрдегі есім сөз. Оған әйел тегінің жекеше түрі қолданады. Ал мынау ертегінің жекеше түрінде тұр. Әл-калиматул жадидату. Жаңа сөздер. Әл-айнабу, жүзім, виноград. Әл-маузу, банан. Әттину, смаковница. Әл-фаджру, мына фаджр, таң. Жауабун, жауап, білесіздер, көпшесі. Әжуибатун, суалун, сұрақ. Асилатун, көпшесі. Әл-баққалу, бакалейшик. Әл-асо, таяқ. Хайятун, жылан, көпшесі. Науының самиа естіді, фахима түсінді, шариба ішті. Осымен 5-ші сабақ аяқталды. Келесі 6-шы дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.